1, 2, 3. Assalamu alaikum, менің YouTube каналымның ағзалары. Бүгін бой құрыққаған болды, кеспеген кәдір. Қайттан, 1, 2, 3. Assalamu alaikum, менің YouTube каналымның ағзалары. Сіздер өткен базар тойға барған себеплер распаковка видео салған жоқ едім, бірақ оғында көп заттар алдым. Ал енді бүгін әдеттегідей сіздердің жақсы көрген распаковкаңыз. Бірақ алдын видеоға лайк басып алың. Себебі бұл Қарақалпақ контентінің келеде көп адамдар көруіне себепші болады. Мені қолдап қотылған боласыз. Ал сіздердің лайкыңызбен мен байып кетпеймін, сіздер жарылып қалмайсыз. Сол үшін бір-бірімізді қолдап жүрейік. Қарақалпақты Қарақалпақ қолдамаса, ешкім қолдамайды. Ал соңменен көп скаптың керегі жоқ. Айтпақшы, көйлегім қалай тұрды? Білесіз, Ильнура брендтің тикаршысы Хансұлу апа қалатлар әлеміне барған кезінде екеуміз ұшырасып қалдық қой. Сол күні 2 қалат алдым. Сол біреу мынау попка, оригинал попка болғанда да. Күшті ме? Қалатлар әлемі базардың қасында. Ал сонымен распаковканы баслаймыз. Бартерге істейтін жерлерінен алған, алтаған. Алманың гласы 18 мың сомнан. Құдай білетін, үштен болған 31 нәрсе мың болды анық. Алма 18 мың сомнан. Капуста 5 мың, 4 мың. Свежий салатларға зор кетеді. Онан кейін бананның гласы 22 мың беді, 17 мың. Сондай бананым салған. Одан кейін қиярдың 10 мыңлық түрі бар, 13 мыңлық түрі бар, 2 түрі бар еді ол жерде. Помидордың гласы болса 22 мың сомнан. Сөйтіп, гешердің 3 гласы 10 мың сомнан. Гешер ішінде. Өзіміздің ауылдың гешерді кәдімгі. Онан кейін болгарский борщтың бақасы 25 мың сомнан. Мынау бір 10 мыңлық башар. Сөйтіп, таза картошка мен таза пияз ал. Таза картошка шықты базарға. Сөйтіп, таза пияз. Таза пияз өткенде шықты ғой. 2 базар бұрын ба, 3 базар бұрын ба неке. Мынау картошка пияз. Онан кейін бізде екінші сумка. Не айта жағадым, мен жабырды айта жағам. Несіз. Сондай бір ұмытып қалсаң өтірік кәп болады еді ғой, өтірік кәп емес, рас кәп бір сәт айтаман деп отырын. Базардан келемен деген үшін ойлап келбедім, соны фук өтіп басыма үшіп кетсе бола ма. Яқшы, видеоның ақырына шеген ярдыма түссе айтып кетемін. Содан кейін ләблебінің бақасы 4 мың. Бүгін базарға шие шығыпты деп жазып едім, сториске айтып едім ғой, бүгін базарға шие шығыпты, гласы 35 мың сомнан десем, шие деген елеп пісетін уақыты болған жоқ, черешня деп сразу жазып жіберді. Негативті біліп тұрсыз, мысалға, менің қате сөйлеген біліп тұрсыз. Соны айту шарт емес, мысалға, мен де өзім көргеннен кейін біздерден ауыл байскелі жүп бере береміз ғой, біздерге черешня ма, шие ме бәрібір. Көбінесе орысша сөйлемеуге әрекет етемін, бірақ анда-санда өзім білмеген алды кетіп қалады. Бірақ соны негатив екенін біліп тұрсаңыз, қате сөйлеген біліп тұрсаңыздар, айтпай қойыңыз, өзім кейіннен туырлап кетемін. Мен себебі қайталап көремін, мына черешняны шие деп айтып қанау деп өзім ойлап қойып едім. Просто сториске қойылып кеткен соң оны алмай қояйын дедім да. Сондай негатив, мысалы, қате азыран бір заттарды қате айтып жатқан болсам, жазып отыру шарт емес. Білің, ішіңіз білсін, тіліңізге шығармаң. Яғни бармағыңызбен жазып отырмаң. Келсіз қой. Сонымен сверкло класс 4 мың сомнан. Онан кейін петрушка менен укроп. Сондай бір бауын алдым. Клубника ма 45 мың сомнан гласы. 16 мың сомнан. Бұны Наргиз әжіпадан алдым. Сөйтіп, дариталы ішіп көр дей бергенге дариталы алдым. Бұның бақасы неше мыңға дей? Точнен ұмытып қалдым ал. 25 мыңға, 24 мыңға сондай башар анығын білмеймін. Ұмытып қалдым. Сөйтіп, өзімізді русская масло ішемен ғой барқылы. Русская маслының істеп шығаратын жерлер мен реклама түзу керек, шартнама түзу керек. Себебі мен әр базар аламын. Әр базар мақтаймын бұны сөйтіп. Деп өзімді қайтып кете беретеймін. Кәдімгі сливочный утра, онан кейін нелер бар ғой, кәдімгі сармайлар бар ғой. Олар пакетте құры қаладыңкте барып келіп, одан тәрілкеде тұрып, қаладыңктің иісі сіңіп кетіп, желінбей атырды. Соң үшін бүгін ондай банкідегі сармайдан алдым. Бақасы 45 мың екен. Айзашпадан алдым. Бұның дәмі де жақсы.
банкісімен апарып қоямыз, есірткі салмаймыз, қасықпенен адамдар өзі керегін жеп, өзі үшеугенеміз ғой азыр. Сондай осы банкісімен алдым 45 мың сомнан. Сөйтіп бір ретте айтқаннан кейін халал колбаса іздей беретін болдым. Мінекей көрініп тұрды, халал деген сертификатлары бар. Мінекей қараң. Жасыл болып тұрғаны халал деген сертификат. Докторский колбаса, мына анда-санда мәйекпенен қуырып жейтін, мен үйде болмайған кезде. Мінекей. Мынау неше сом екен, ұмытып қалдым бағасын. Бірақ халал колбаса. Сөйтіп аруған тұз емес, шайқұндыз алдым. Бұлам аппақ шайқұндыз. 1000 сомнан бұл. Дуз бейшараның бағасы өзгермейтін шығар. Сөйтіп милтерді менімен реклама түссе болады. Мына қараң. Милтерді алдым. Майонез мынандай ненің бедененің майя қиылысынан алдым. 7000 сом. Сөйтіп мына бір заттың аты не екен? Макадамия дейді. Макадамия жаңғағы деген екен. Бұл бір нәрсенің дәмін, ұлым бұл бір нәрсені жеп көрген жоқ. Ертең менің туған күнім, 7 май менің туған күнім. Сол күні төлеп берген қайып бергеннің туған күні, 5 май Ибраим Юсуптың туған күні. Сондай бір жаңағы елімізге белгілі инсанлар осы май айында туған, солар қатарында мен де бармын. Әділ ретінде қабылдап көйлеңізге жағын алып жүрмін. Сондай бақанше туған туысқандарым келетін шығар, енді білмеймін анығын. Олыма біреулер кеп қалатын шығар. Сол әзірден таярлық мына бір нәрсені алдым дастарханға қоюға. Туған шекем еле базарлаймын. Сөйтіп оған тағы алып қоя берейін деп, пісте алдым. Пісте білесіз ғой біздердің дастарханымызда. Мен бірақ ең жаман көрген пісте. Пісте әмме жерінің от сайраны шығарып кетеді. Бірақ иләшсізден әмме тәуір көрген соң қоямыз енді. Мынау меніңше 1 кило болу керек. Пістенің бағасын білмеймін бірақ. Ондан кейін қақ ерік енем кемпір деп үйреніп қалғанбыз ғой біздер жаңа. Енем көк шайына салып ішеді, сондай 10 мың сомық мал. Сөйтіп ең ақырғысы барбарис. Мен көбінесе жұмыста жүремін ғой, сумкаларының қалтасына салып жіберіп, одан кейін біздің мырзаға да тәуір көрді барбаристі. Тіліңді ойып кетеді ғой, енді көбірек сорай берсең, бірақ зор осы барбарис. Жаңағыдай бір жерлер көбінесе мен обедке кеш қаламын, кешкі ауқатқа кеш қаламын, әйтеуір аш болып жұтап кеткен кезінде біреуін сорып асқазанды алдап тұрамыз деп, қалтаға салып жүруге қолай деп осындайдан алдым. Бұл 25 мыңлық ярым кило. Ал сонымен бізде болды бүгінгі алған заттарым. Қалай болды? Не зат қымбат, не зат арзан көрдіңіз бе? Салыстырып көрдіңіз бе өзіңіздің райондағылармен? Ал контентім ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетің. Ал сонымен бізде болды. Кейінгі контентлерде көріскенше сау саламат болың. Главный, қарақалпақты қарақалпақ қолламаса, ешкім қолламайды.